Онлайн режимде мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындауға электронды үкімет веб-порталы арқылы өтініш беру үшін сізде ең алдымен электронды цифрлық қолтаңбаның ЭЦП-ның болуы шарт. Электронды үкімет веб-порталына ЭЦП-ны таңдау батырмасын басу арқылы кіресіз. Құпия сөзді енгізу болған соң, әлеуметтік қамтамасыз ету тарауын ашасыз. Аталған тараудың ішінен отбасыларға көмек батырмасын басасыз. Ары қарай мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасын басасыз. Ашылған терезеден нақты мекен-жайды көрсетуіңіз қажет. Алдыменен өңірді таңдайсыз. Арымен қарай тұрғылықты ауданды таңдайсыз. Артынша көшенің атын енгізесіз. Сәйкесінше үйдің нөмірі мен объектінің типін, пәтер немесе басқа да тұрғын жайды енгізіп, іздеу арқылы мекен жайды нақтылайсыз. Келесі қадам өткен 90-дағы кірістерді көрсетуге келісім беру арқылы отбасы мүшесін қосу кезеңін бастайсыз. Міндетті түрде отбасы мүшесінің санатын таңдау арқылы ЖСН нөмірін және табыс сомасын енгізіп, жасаған әрекеттерді сақтайсыз. Дәл осылай келесі мүшелерді де қосып шығасыз. Артынша қосылған отбасы мүшелерін тексересіз. Келесі ретте шотты тексеруге өтесіз. Ашылған терезеде банктың атауын таңдау арқылы тиісті 20 таңбалы банк шотының нөмірін енгізіп, ЭЦП арқылы қойып тексересіз. Банк шотының нөмірін қате енгізген жағдайда жүйе сіздің деректеріңізді теріске шығарады. Мұқият болыңыз. Банк шотының нөмірі дәлелденген соң, келесі қадамға өту арқылы өтінішіңізді ЭЦП-мен қол қойып жолдайсыз. Нәтижесінде сұратылған өтініштің мәртебесі бар парақша ашылады. Осымен мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындауға онлайн өтініш беру сатысын аяқтайсыз.